Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін осындай өте дәмді манты жасайтын боламыз. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып кететін боламын. Ең алдымен жылы суымызға тұзды салып араластырып, жақсылап қамыр елеп алатын боламыз. Мантының салмасын жасамай тұрып, ең бірінші тестаны елеп қойсаңыздар, жақсы тынып, тесто өте жұмсақ болып жайылатын болады. Енді салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге фарш, картоп, пияз және дәміне қарай тұз, бұрыш қосатын боламыз. Пиязымызды, картошкамызды барынша ұсақ қылып турап алсақ жақсы. Татымына қарай тұз және қара бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де фарштарыңыз майы аз болатын болса, сұйық майдан 3-4 ас қасық қосып жіберсеңіздер болады. Менде фарш майлы болғандықтан май қоспадым. Тынып тұрған жаймамызды 2 бөлікке бөліп, басып, тағы да 5 минут тындырып қоямыз. Біздің жаймамыз тынды, оны оқтау арқылы ұнды көбірек сеуіп жаятын боламыз. Жаймамыз тезірек жайылуы үшін екі жағынан бүктеп, осылай видеода көрсетілгендей жайсаңыздар болады. Ол кезде жайманы ұстамаймыз, тек оқтауды ғана ұстап тұрып жаятын боламыз. Былайғы кезде де жайманы қолмен ұстамай жайғанымыз жөн. Сол кезде жайма біркелкі әрі тегіс жайылатын болады. Жайманы жайып болғаннан кейін мантаваркамызды осылай сұйық маймен жақсылап майлап аламыз. Жайманы кесу үшін осылай оқтаумен орап, біркелкі алып кесіп алсаңыздар болады. Немесе жайылып тұрған қалпында да 4 бұрыштап кесе берсеңіздер болады. Жаймамызды өте жұқа қылып жаймайық, орташа жайсаңыздар жақсы, себебі піскенде де және жасаған кезде де жыртылмайтын болады. Осындай шетінде 3 бұрыш болып қалғандарды бір-біріне сәйкестендіріп, 4 бұрыш шаршы қылып жабыстырып қоямыз. Енді салмамызды салып шығамыз, оны барынша биік әрі толтырып салуға тырысу керек. Сонда біздің мантымыз биік көлемді болып шығады. Мінекей біз мантыны түйгенде осындай томпақ әрі биік болып шығады. Барлығын түйіп болған соң майланған табанымызға өте бір-біріне жақын қоймай тізіп шығатын боламыз.
Қайнап тұрған суға бір ас қасық тұз салып араластырамыз. Сол кезде мантының беті құрғамайтын болады. Мінекей достар, 45-50 минуттың ішінде мантымыз пісті. Осындай жұмсақ әрі дәмді мантымыз пісіп шықты. Жаймамыз өте қалың немесе өте жұқа болмағандықтан осылай жабыспай әрі жыртылмай шығатын болады. Өз қалауларыңызға сай бетіне подлив жасасаңыздар болады, немесе кетчуп, майонез және де ашты бұрыш салып жесеңіздер болады. Ас болсын, ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Альмира.